Ассалаумағалейкум футбол сүйер қауым. Сіздермен бірге гол арнасы. Бүгін біз футбол әлемінде болып жатқан соңғы әрі қызықты жаңалықтарды сіздермен бөлісетін боламыз. Сіздер бізді қолдау мақсатында арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Біз сіздер үшін тұрақты түрде футбол жаңалықтарын дайындап, сапалы әрі қызықты түрде жеткізетін боламыз. Ендеше назарларыңызға бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Томас Мюллер Бавариядан кетеді. Реал өз қорғаушысын сақтап қалмақ. Барселона ойыншылары төрешіге неліктен наразы? Осы және де өзге де футбол жаңалықтары бүгінгі біздің видеода. Ендеше біз бастаймыз. Германия футболының тірі аңызына айналған Томас Мюллер осы маусымның соңында Бавария клубынан кететінін ресми түрде мәлімдеді. 35 жастағы ойыншы Мюнхен клубының тәрбиеленушісі ретінде 2000 жылдан бері командада өнер көрсетіп келеді. Ол осы уақыт ішінде 743 матчқа қатысып, 247 гол соғып, 273 нәтижелі пас берген. Мюллердің өзі клубта қалуға ниетті болғанымен, Бавария келісім-шартты ұзарту туралы ұсыныс жасамаған. Осылайша неміс клубы өз аңызымен қош айтыспақ. Дегенмен Томас әлі де алаңнан кете қойған жоқ. Ол 15 маусым мен 13 шілде аралығында ақш-та өтетін клубтар арасындағы әлем чемпионатына қатысады. Бұл оның Бавариядағы соңғы турнир болмақ. Турнирден кейін Мюллер өз мансабын жалғастырғысы келеді. Қазіргі уақытта оның өзі мен отбасы ақш-тың MLS чемпионатының негізгі нұсқа ретінде қарастырып отыр. Бір дәуірдің аяқталар сәті туды. Аңыз енді жаңа белестерге бет алмақ. Барселона ойыншылары төрешінің шешіміне наразы. Кеше өткен Ла Лиганың 30-шы турында Барселона мен Бетис арасындағы кездесуде каталондықтар төреші шешіміне байланысты реніш білдірді. AS басылымының хабарлауынша, матч соңында бірнеше ойыншы Рафинья, Джуль Кунде, Габи және Рональд Араухо бас төреші Хесус Хил Мансонаға барып, қосымша уақыттың аз болғанын айтып наразылық танытқан. Хесус Хил Мансона екінші таймға небәрі 4 минут қосыпты. Барселона ойыншылары бұл шешімді әділетсіз деп санайды. Себебі ойын барысында үзілістер көп болған және олар жеңіс үшін соңғы минуттарға дейін күресуге мүмкіндік болмағанына қапалы. Ханси Фликтің командасы бұл матчта жеңіс жолын жалғастыруға тырысқанымен, төреші шешімдері жалпы ойынға әсер еткенін алға тартып отыр. Айта кетсек, кеше Барса мен Бетис арасындағы тартыс ойында жеңімпаз анықталмай, ойын 1-1 есебімен тең аяқталған болатын. Реал Мадрид Антонио Рюдигерді командада сақтап қалмақ. Мадридтік Реал өз құрамындағы сенімді қорғаушы Антонио Рюдигермен қоштасқысы жоқ. Sky Sports тілшісі Флориан Плеттенбергтің хабарлауынша, клуб неміс ойыншысымен келісім-шартты ұзартуға дайын екенін мәлімдеген. Қазіргі таңда 31 жастағы Рюдигерге бірнеше саудиялық клубтар қызығушылық танытып отыр. Алайда ойыншының өзі Сантьяго Бернабеуде қалуға ниетті. Ол команданың негізгі ойыншысы ретінде маңызды маусым өткізіп жатыр және алдағы жылдары да клубтың жобасының бір бөлігі болғысы келеді. Айта кетейік, Антонионың қазіргі келісімшарты 2026 жылдың маусымына дейін жарамды. Екі тарапта жаңа келісімді қарастыруға оң көзқараста. Егер келісімшарт ұзартылса, Рюдигер Реалдың қорғау шебінде ұзақ жылдарға тұрақты тірекке айналмақ. Джейми Варди футболмен қоштасуға асық емес. Лестер Сити аңызына айналған Джейми Варди мансабын аяқтауға асығар емес. 38 жастағы шабуылшы клубпен келісімшартын тағы бір маусымға ұзартуға қарсы емес екендігін білдірді, деп хабарлайды британдық басылымдар. Ағылшындық футболшының қазіргі келісімі осы маусымның соңында аяқталады. Егер тараптар жаңа шартқа келе алмаса, тәжірибелі ойыншы Англия премьер лигасының басқа клубында өнер көрсетуі мүмкін. Варди өзінің физикалық жағдайына сенімді және әлі де жоғарғы деңгейде ойнауға дайын екенін айтқан. Айта кетейік, Джейми Варди Лестер жейдесінде 2012 жылдан бері доп теуіп келеді. Ол осы уақыт ішінде клубпен бірге премьер лига чемпионы атанып, команда тарихындағы ең маңызды ойыншылардың біріне айналды. Осымен футбол жаңалықтарымыз өз мәресіне жетті. Видео ұнаса лайк басып, комментария жаза кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.